Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, әрі өте тез дайындалатын сүзбе қосылған печенье рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт сізге ұнайтыны сөзсіз, видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға сүзбемізді саламыз. Қант қосамыз. 2 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Бөлме температурасында жұмсақ сары майымызды қосамыз. Барлығын блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай сұйық масса дайын болды. Енді еліктен пісірген ұнымызды қосамыз. Разрыхителімізді қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елеп аламыз. Қамырымызға ұн сеуіп елеп аламыз. Шамамен қалыңдығы 2 мм-дай болады. Дөңгелек формамыздың көмегімен қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Дөңгелегіміздің диаметрі шамамен 5-6 см болу керек. Дайындап кесіп алған қамырымыздың 5 бөлігін алып, видеода көрсетілгендей қойып, орап, кесіп шығатын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз гүл тәріздес формаға келді. Піскен кезде, қазір көтерілген кезде ашылып кетпес үшін жан-жақтарын жақсылап бекітіп жібереміз. Печеньеларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 15-20 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Өз қалауыңыз бойынша печеньеларымыздың бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Мінекей біздің печеньеларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әрі өте тез дайындалады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.